Абай жолы 2-ші том тексте. Көктемнің шапағаты соншалық табиғат күрт жаңғыра түсті. Абай, Ақылбай, Әбіш, Күлбадан, Мағаш пен жаңа қоныс Ақшоқы деген жерге көшіп келеді. Құнанбайдың сүйікті немересі 12 жасар Ақылбай науқастанып қайтыс болыпты. Оспан ішіндегі дертін Абайға айтты. Базаралының Нұрғанының үйінде 3 күннен бері қонақ болып жүрген білген Абай дірілдеп, ызаланып, намыстанып Оспанға жекіп тастайды. Абай атын шаптырып Ақшоқыға қас түсе қайтады. 2-ші тараудың басталуы. Биылғы жылғы мол жайылып Ералы деген жерде екен. Сол Ералда болыстық сайлау жүргізілетін болып, оған Абайды арнайы шақыртады. Абай жолда көп ауылдардың қысылғанын байқайды. Абай қиналған қауымды түгел жинап, Ояз Кошкинге жол тартады. Жиналған адамдар тоқтат деп көтеріліс бастайды. Олар үйлердің бәрін бұзып алып кетеді. Ал Ояз көп ұзамай Семейге қайтып кетеді. 3-ші тарау. Кошкин Семейге оралғаннан кейін Абай үстінен үлкен акт жазған болатын. Ол Семейде Каталашка деген жерде отырған. Сонымен қатар уақытын кітап оқумен өткізген. Көп өтпей Абайдың ісін сот емес, әмір қарастыратын болып шешіледі. Іс қаралғанда Ояз Кошкиннің өтірігі шығып, ұятқа қалады. Бірақ сонда да Абайды 6 айға жазады. Бірақ Абайдың таныстары 6 айға 1000 сом залог төлеп, Абайды шығарып алады. Абайдың ісінде шындықты айтып, Абайдың куәгері болған Лосовский. Кошкин Семейден Өскемен уезіне Ояз болып сайланады. Ал Семейге Лосовский тағайындалады. Осылай еңісте бойына аяқталады. Назарларыңызға